Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, сіздермен бірге Модерн Teacher арнасы, және мен сіздерге бүгін сағат дос әдісі жайында айтатын боламын. Ең әуелі менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып және комментарий қалдырыңыздар. Енді бүгін сағат дос әдісін осындай бір қарапайым шаблонның көмегімен сіздерге түсіндірмекпін. Оқушыларға осындай шаблонның бір данасын ұсынасыздар. Яғни 24 оқушы болса, 24 оқушыға бір-бірден, және де 12 оқушы болса, 12 оқушыға бір-бірден осындай шаблондарды таратып бересіздер. Бұл шаблондардың көмегімен біз сыныптағы оқушыларды жұптастырып және де әртүрлі тапсырмаларды орындауға мүмкіндік аламыз. Бұл сағаттардағы уақыт тапсырмалардың реттілігін білдіреді және де санын білдіреді. Мысалы 4 тапсырма алып келдік. Бізге 9, 12 және 15-18:00 қажет. Сәйкесінше 3 тапсырма болатын болса, 9, 12, 15:00. Оқушылар осы уақыттарды міндетті түрде өздерінің сағаттарына осылай дөңгелетіп белгілеп алуы қажет. Өйткені шатыспайды сондай жағдайда. Осылай белгілеп алғаннан кейін біз оқушылармен сыныпты аралай жүріп, әр уақыттың тұсына сыныптасымыздың есімін жазамыз. Мәселен, біздің сыныпта 12 оқушы бар делік. Міне алдарыңызда Мадина, Арай, Қуаныш, Мақпал, Азамат, Ғалым, Айнұр, Жансая, Марат, Нұрай, Жандос есімді оқушылар. Енді осы екі сыныптағы екі оқушының сағаттарының үлгісін алайық. Мінекей оқушылар осындай сағат болғаннан кейін ортасына өздерінің есімін жазып қойсын. Ол бастапқы кезде үйрену үшін ыңғайлы болмақ. Яғни бірінші сағатқа Мадина, екінші сағатқа Арай деп жазып қойық. Яғни бірінші ол Мадинаға тиесілі, екінші сағат Арайға тиесілі. Енді осы оқушылар сыныпты аралап жүріп, сыныптасының есімін жазып делік. Сағат 9-ға Мадина Арайға келді. Арай сағат 9-да екеуміз бірге жұптасып тапсырманы орындайық. Арай, жарайды, мен ол уақытта боспын, екеуміз бірге жұмыс жасаймыз деп келісті. Сонымен сағат 9 деген жерге Мадина Арайдың есімін жазып қояды. Сәйкесінше Арайда сағат 9 деген жерге өзінің сыныптасы Мадинаның есімін жазып қояды. Мінекей, сағат 9-дағы тапсырманы Арай мен Мадина бірлесе отырып орындайды. Дәл солай Мадина енді басқа да сыныптастарынан сұрай жүріп, сағат 12-де, 15-де және де 18:00-де кімнің бос екенін біле отырып, осы уақыттарды толтырады. Мысалы, сағат 12-де ол Қуанышпен жұмыс жасайды. Одан кейін сағат 15-де Айнұрмен және 18-де Жандоспен жұмыс жасайды. Енді Арайдың қағазын көрейік. Арай сағат 12-де Қуанышқа барды. Қуаныш екеуміз жұптасып жұмыс жасайық. Бірақ Қуаныш айтады, жоқ, мен ол уақытта бос емеспін. Өйткені ол Мадинамен жұптасып жұмыс жасайды. Өткен алдыңғы видеодағы бос болуы тиіс деген осы. Яғни дәл осы 12-де ешкіммен сәйкес болып қалмауы керек. Сондықтан ол басқа оқушылардан сұрайды. Яғни 12-де кім бос, кімнің уақыты бос қалды деп. Яғни ол Мақпал, мен боспын дейді. Яғни Мақпалдың есімін жазып қойды. Осылайша әр уақыттың тұсына өзінің сыныптастарының есімін жазып қояды. Енді біз осының негізінде бүгін сабақтың өн бойында бірлесіп жұмыс жасаймыз. Яғни оқушылар өздері еркімен жұптарын таңдады және де оның уақыттарына белгілеп қойды. Енді қазір мен сіздерге өз сабағымда қалай жүзеге асқандығын көрсетемін. Орыс сыныптарында қазақ тілі тыңдалым дағдысы. Оқушылар осындай шаблонға сыныптастарының есімін жаза отырып жұптарға бөлінді. Менің оқушыларым төселгендіктен бұған 3-4 минут уақыт кетті. Бірінші тапсырма 9:00-де орындалады. Ол сөздік ол тапсырмасы. Яғни оқушыларға жаңа сөзді меңгертуге байланысты сынып қабырғаларына сабақпен байланысты жаңа сөздер берілді. Және де оқушылар осы кестені жұпта орындай отырып, жаңа сөздің мағынасын және де сол сөзбен байланыстырып сөйлем құрастырды.
Яғни бұл жаңа сөздерді оқушылар жұпта өздігінен меңгерді. Артынша оқушылар барлық сөздерді анықтағаннан кейін дұрыс жауабымен тексереді. Енді келесі тапсырма ол сағат 12-де жүзеге асады. Оқушыларға сағат 12 болғандығы хабарланды. Оқушылар жаңа жұпта бірлесіп жұптасты, және де олар жаңа жұпта кел талқылайық тапсырмасын орындады. Яғни оқушыларға тыңдалым алдындағы тапсырма болып есептеледі. Яғни талқылау сұрақтары осы 4 сұрақ негізінде жұпта бірге талқылау жұмысын жүргізді. Мұғалім сыныпта аралап жүріп, әр жұптың жауабын тыңдап, кері байланысын беріп, және де қате кеткен тұстарын өзінің журналына жазып алады. Келесі сағат 3 болғаны хабарланды. Оқушылар жаңа жұптарға бөлінді, және де әр оқушыға жеке осындай графиктік органайзерлер таратылып берілді. Бұл графиктік органайзерде оқушылар өздері тыңдай отырып сұрақтардың жауабын жазады, және де өзара жұмыстарды алмастыру арқылы тақтада ұсынылған дұрыс жауаппен өздерінің жауаптарын тексереді, және де осы тапсырма негізінде бірге талқылайды. Мінекей осылай дұрыс жауаптары көрсетіледі. Одан кейін бұл тапсырманы орындап болғаннан кейін оқушыларға келесі уақыт, яғни 18:00 болғандығы хабарланады. 18:00-де оқушылар жаңа жұппен, жаңа оқушымен кездесіп, тыңдалымнан кейінгі тапсырманы орындайды. Бұл жерде талқылау сұрағы алған ақпарат негізінде, бірақ негізінде жүзеге асты. Сабақтың соңы 2 жұлдыз 1 тілекпен аяқталды. Мен де сіздерге осы 2 жұлдыз 1 тілек әдісін қолданғым келеді. Берілген видео қаншалықты деңгейде сіздерге түсінікті болды, және де қандай ұсыныстарыңыз бар, міндетті түрде комментарийға қалдырып кетіңіздер. Және де міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіздер. Келесі видеом осы видеода айтылған сөздік ол әдісі жайында болады.